Қазір жер жүзінде болып жатқан түрлі қақтығыстардың негізгі себептерінің бірі діни алауыздық. Біз елімізде тыныштық пен тұрақтылық болғанын тілейміз. Сол себепті бұл мәселені назардан тыс қалдырмауымыз керек. Қазақстан зайырлы мемлекет. Конституциямызда дін бостандығына кепілдік берілген. Бірақ зайырлы және төзімді, толерантты болу дегеніміз бәріне көз жұма қарап, жай барақат отыру деген сөз емес. Біз елдің қауіпсіздігі мен тұтастығына нұқсан келтіруге ешқашан жол бермейміз. Радикалды ағымдар мен діни сепаратизмге ортамызда орын жоқ. Бабаларымыз ғасырлар бойы ислам дінін ұстанған. Шариғаттың шарттары мен халқымыздың әдет ғұрпы үндескен дәстүрлі ата дініміз бар. Оның асыл құндылықтары осы күнге дейін ұлтымызды ұйыстырып, бірлігімізді бекемдеп келеді. Ата жолын сақтап, дініміз бен салт дәстүрімізді берік ұстау біздің перзенттік парызымыз. Осы орайда жастарға дұрыс бағыт-бағдар беру аса маңызды. Ұлттық құндылықтарымызды аяқасты етуге болмайтынын жастарға байыппен түсіндіру керек. Ел ағалары және дін адамдары бұл мәселеге айрықша мән бергені жөн деп санаймын. Қазақстан президенті Умра қажылығын өтеді. Сауд Арабиясындағы сапарында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ислам әлемі үшін қасиетті мекен Мекке қаласында кіші қажылық рәсімін жасады. Президент Қағбаның ішіне кіру мәртебесіне ие болды. Оның есігі ерекше жағдайларда және аса сыйлы қонақтарға ғана ашылады. Бұл Сауд Арабиясы басшылығының Қазақстан президентіне көрсеткен зор құрметін білдіреді.